Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Менің Асыл зат мастер-класс атты каналыма қош келіпсіздер. Жаңа жылға аз күн қалды. Жаңа жылды жаңа дастарханмен қарсы алғыңыз келсе, менің осы мастер-класс видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Және де егерде ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Маған тіркеліп, өзіңіздің құрбыларыңызға, келіндеріңізге, әпке-сіңілдеріңізге де тіркелуді ұсынуыңызға болады. Бүгінгі видеомызда біз осындай эко-кожадан дастархан тігеміз, қыздар. Бұл глянцевый емес, айвори түсті, жемчужина дейді, немесе жемчуг түсті перламутровый эко-кожа мінеки. Көріп тұрсыздар, иә? Өте аппақ емес, және де өте жаңағыдай не десем болады, қоңырдай емес, әдемі ақ маржан түстес. Оған міне мынандай белая корона деген кружевамызды таңдадық. Айвори түсін таңдадық. Айвори түсі аппаққа қарағанда өте керемет көрінеді мінеки. Бұны мына шетіне жалғап шығамыз, әдемілеп. Және де тесма ретінде имитация стразы деген болады, қыздар, мінеки. Серебристый түсін үстінен өтіп шыққан кезінде керемет дастарханымыз пайда болады. Мінеки тура осындай белая корона деген дастарханымызды дүниеге әкелетін боламыз, қыздар. Менің мастер-классымды соңына дейін көріп, тіркеліп, және де лайк қойып кетсеңіздер, мен одан да көп шабыт алып, сіздерге тағы да дастархандардың түр-түрін тігілуін көрсетер едім. Ал олай болса, кеттік. Ал енді столымыздың размеріне келетін болсақ, столымыздың ұзындығы 3,5 метр. 3,50 сантиметр. 3 метр 50 сантиметр. Ал ені болса 1 метр. Пішіні сопақ. То есть овальный. Мынандай эко-кожаны алдым. Бұның ұзындығын 3,65 қылып алдым. Ұзындығын. Ал енін 1,20 деп алдым. Неге деп сұрайсыздар? Өйткені столымыз қысқарған кезде 3 метр болады екен. 3 метр болып қысқарғаннан кейін дастарханымыз 3 метрлікке де жақсы әдейім болып жайылу үшін, көп астыға түсіп көлбеңдеп кетпеу үшін, мен бәрін есептегенде 3,65 эко-кожа жақсы кетеді екен деп ойладым. Өйткені мына кружевамызды білесіздер, бұны біз дивандекке де тіккенбіз алдыңғы мастер-класстарда. Өте керемет қолданамыз бұндай түсін, бұндай түр кружеваны. Бұның шамамен алғанда 21-22 мінеки. 21-22 екен ұзындығы. Енді ойлап қараңыздар, 3,65 болатын болса, ұзындығы 3,50 ол столдың беті. Екі жағынан 7 сантиметрден түсірген өзінде, мына 22 сантиметрді қосқанда 28-30 сантиметрдей болады екен. 30 сантиметр уже столымызға, орындыққа тиіп тұрады отыратын жеріне. Одан артық түскені көлбеңдеп өте әдемі болмайды. Сол үшін біз екі шетіне 7 сантиметрден түсіреміз, 10 сантиметрге жақын қылып. Ал екі шетіне ұзындығына 10 сантиметр түсірдік. Өйткені ені 1 метр болғандықтан 1,20 алдық дастарханды, 10 сантиметр оң жағынан, 10 сантиметр сол жағынан түседі. Сонымен общий 3,65 ұзындығы, ал ені 1,20 қылып алдық. Мінеки мына эко-кожаны. Ал енді кеттік. Ақ жібімізді тартып, машинкамызды дайындап аламыз, қыздар. Біз сопақ столға, сопақ дастархан тікпейміз бұл жолы. Өйткені басында айтып кеткендей, 3,5 стол 3 метр болған кезінде сопақ дастархан білесіздер, мына жағы салбырап астыға түсіп кетеді. Сол үшін біз тік төртбұрышты дастархан жасаймыз. Екі вариантта да төселуге ыңғайлы болу үшін. Оны кейін дайын болғаннан кейін нәтижесін көресіздер. Ал енді бастайтын болсақ, мына ұзын шеттен бастаймыз. Бірінші ең ұзын жағын алып аламыз. Осына бұрыштан бастаймыз. Мінеки мынау ені, мынау міне ұзындығы. Кружевамызды қойып аламыз. Қалай қоямыз? Мінеки қараңыз. Кружевамызды мінеки басында тұрған мына гүлі,
сол тақалып тұру керек не дастарханымызға. Содан мына лавкамыз да дастарханымен бірдей болып түсу керек не. Сол кезде қисық тігілмейді қыздар. Мінеке. Міне лавкамыз мына сызықпен туры тұр, және де мына гүліміз соған тақалып тұр, көрдіңіз ба? Мінеке, сол кезде әдемі дастархан шығады. Мына жағындағы гүлді де міне бүйтіп келтіріп аламын, тақап қойып, мінеке инемен қисық болып кетпеу үшін екі жағын ұстап отырамыз. Енді қарап аламыз. Бүріліп тұрған жер болмаса, мінеке түзу тігілген болса, тағы дәлші кетеміз. Және де ұмытпаймыз, міне лотокпен дастархан бірдей болу керек, шеті. Тағы да дайындап аламын. Тағы бір рет сіздерге ескертейін. Гүл міне шетінде тұр. Міне мына гүлдің шетіне әкеліп, өстіп инеңізді қойып кете бересіз. Асықпаңыз, саспаңыз. Сол кезде әдемі дастархан шығады. Мінеке дастарханымызда кружево былай тұрады. Мінеке. Тартылмайды, мінеке әдемі болып, кең болып тұрады. Ал мына дастарханымызды міне бұрышына келдік, қыздар. Міне бұрышы тұр. Міне бұрышы. Енді осы жерге келген кезде бұрыш шығарамыз. Мына кружевамызды бүйтіп беттестіреміз міне. Міне. Тап осы бұрышын әкеліп, мінеке. Мына жерге мындап қойып әткеміз. Бірінші мына до конца тігіп аламыз. Міне, тігіп алдық қой. Енді соңына дейін тіккеннен кейін бағанағы гүлді әкеліп, міне бір гүлді тастаймыз ортадағы. Міне, әдемі угол шығу үшін мына жағын туырлап аламыз. Уголға қойып қоямыз, тайып кетпеу үшін. Мына екі гүлді беттестіреміз. Былай қаратқанда, былай қаратқан кезде міне былай угол шығады. Көрсет. Былай угол болады. Қазір мен мынаны көтеремін. Және де бүйтіп туырлап аламын. Мына жағында туырлап аламыз мінеке. Енді мына бұрышын тігеміз. Бағанағы айтқанымдай дастарханын ұшпа ұш қойып аламыз лавкасын. Артықта емес, кемдағы ма? Көрдіңіздер ме? Қандай керемет. Осындай тегіс бұрыш шығады. Мына бұрышын мен қидым, енді астын, астарын қидым, сіздерге көрсетейін. Мынандай керемет әдемі бұрыш болды. Бұрышын істеп болғаннан кейін біз енді стразыйын тігеміз. Сәл артықтау қылып шығарамыз, кейін артық жерін қиып жібереміз. Ал ұстап отырып, дәл мына тігістің үстіне қоя отырып емес, сәл былай түсіріп, дастарханның шетіне жақындатамыз міне. Мінеке, былайына міне тасымыз түсетіне. Бұл тасқа еш нәрсе болмайды міне. Бұл мәккам тігіледі, берік өте. Сол үшін еш нәрседен қорықпаңыздар. Ал құрметті менің көрермендерім, еш нәрседен еш уақытта қорықпаңыздар. Көз қорқақ, қол батыр дейді. Сол үшін тасым түсіп қала ма, дұрыс тігілмей ма деген сұрақтарыңыз болса, қалай бұрышты шығардыңыз, қайтадан көрсетесіз бе, қайтадан айтып жібересіз бе, 2 метрлік, 3 метрлік столға қанша дастархан алсам болады, артығымен қалай алсам болады деп сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын, және де сіздерге шын жүректен көмектесуге әрдайым дайын Асылзат мастер-класс каналы. Тіркелуді ұмытпаңыздар.
келе жатқан жаңа жыл жаңа береке, жаңа табыс, жаңа бақыт алып келсін. Және де жаңа дастархандарыңыз берекелі болсын. Баршаңызды жақсы көремін. Қош сау болыңыздар.